Сәлем достар, бүгін сіздермен Айзада, сіздермен бүгін панкейки жасайтын боламыз. Бізге керекті заттарды атап өтетін болсақ, жылыған сүт, қант, ұн, кішкене тұз, 3 жұмыртқа және сумай қажет. Сүтімізді микроволновкаға кішкене жылытып аламыз. Жылып болғанша 3 жұмыртқамызды ағы мен сарысын екіге бөліп аламыз. Жұмыртқамыздың сарысына қантымызды бөліп салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын толықтай араластырып болғаннан кейін, жылыған сүтімізді құя берсек болады. Бәрін бір келкі ғып араластырамыз. Араластырып болғаннан соң, ұнымызды бөліп салып жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, ең соңынан сұйық майымызды құйып, миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқамыздың ағына кіреміз. Шым тұзымызды салып, бәрін бір келкі ғып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде пышный форма пайда болды. Мына бүйтсек те құламайды. Енді екі қоспамызды бір-біріне біріктіреміз. Біріктіріп, барлығын бір келкі ғып араластырып шығамыз. Мінеке біздің панкейкіміз дайын болды. Ендігі кезекте газымызды жағып, астын кішкене басып, жақсылап барлығын пісіріп аламыз. Бетінде міне осындай пайда болады. Одан кейін аудара берсеңіздер болады. Екінші жағын көп пісірудің қажеті жоқ. Мінеке достар, біздің панкейкіміз, қопсытқышсыз панкейкіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Үйде әсіресе балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Егер де менің рецептім ұнаса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.